Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен Ардан Айтин каналы, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай сөмке тоқитын боламыз. Осындай әдемі ручкаларымен, кейін донышкасымен осындай. Менің видеоларымнан лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше тоқымамызды тоқып бастаймыз. Биіктігі 23 см, донышкасының ұзындығы 21 см. Былайынан қазір 12 ма или 12-13. Ол үшін бізге осындай аяз макрама жібі керек. Составы міне осындай 100% полипропилен дейді. 100 граммда 140 метр. Осындай мотоктан бізге үшеу керек. Одан кейін донышка. Менде осындай. Донышканың ұзындығы 25 см. Жалпақтығы 12 см. Осындай. Одан кейін мынандай ручка. Донышкасыз, ручкасыз да тоқуға болады, но мен бүгін осындай донышка ручкамен тоқып көрсететін боламын. Кейін алдынан мындай застежкама қалай айтылады. Алдағы уақытта мындай донышкасыз, ручкасыз да сумкалардың мастер-классын шығаратын боламын. Ал бүгінге осы донышкамен тоқитын боламыз. Крючок номер 2 менде. Осымен тоқимыз. Ал ендеше тоқымамызды бастайық. Кез келген жерінен аласыздар. Сырты, табаны, іш жағы. Мына жерден бастаймын. Осылай өткізіп алып. Макрама жібін жерін күйдіруді ұмытпаңыздар. Өйткені бұл шнур сөтінеп кетеді. Осылай өткізіп. Артық жібін аяқтан тоқып кетеміз қазір. Біреу. Бұл жерге әзірше біреу ғана тоқимыз. Айналдырып тоқып келгеннен кейін екіншісін соңында тоқитын боламыз. Әрі қарай әрнандай тесікке 2 столбик без накида. Осылай тоқып шығамыз айналдырып. Міне, бірінші крючокты тесікке өткізесіздер, одан жұмыс жіпті тартып шығарып, крючокта 2 петля, екеуден біреу. Осылайынан әр петляға екеуден айналдыра тоқып шығамыз. Арасында осылай тоқып келеді. Айналдыра әрқайсысына екеуден тоқып шығамыз. Міне айналдырып тоқып шықтым. Бағана біріншісін біз біреу ғана тоқығанбыз. Осы жерге екіншісін тоқимыз. Одан кейін соединительно жасағанда мына жақтан алып, міне қараңыздар, крючокты мына жағынан кіргізіп жатыр. Осы жақтан кіргізіп, мынаны тартып шығарамыз. Осылай тартамыз. Осылай крюкты аяқтадық. Енді әрі қарай узорымызды тоқитын боламыз. Бірінші бір воздушный петля, одан кейін крючокқа накидлеміз. Біреу екеу тастап, үшіншісіне, үшіншіге столбик бір накидпен, сәл өзгешелік болады, біз көрсетемін. Крючокқа накид ілдіңіз. Біреу екеу тастап, үшінші петляға крючокты өткізіп, жібіңіз тарып шығасыз. Крючокта 3 петля. Екеуден бір өткіземіз, одан қайтадан бір рет мынадан өткіземіз, бір ғана петлядан, одан кейін барып, үшіншісінде екеуден өткіземіз осылайынан. Осы бір петляға 5 рет осылай тоқитын боламыз. 1, 2, 3.
Қайтадан накидлейміз. 1, 2, 3. Үшеу болды. Қайтадан 1, 2, 3. Төртеу. Крючокқа накидлейміз. Қайтадан сол тесікке 1, 2, 3. Бесеу болды. Енді біреу екеу тастап, үшіншісіне столбик без накида. Енді ары қарай қайтадан крючокқа накидлейміз. Біреу екеу тастап, үшіншісіне тағы да осындай 5 столбик без накида. Бірақ осылайдан тоқимыз. Крючокқа накидлейміз. Тура сол жаңа бірінші тоққан жерге. Біреу, екеу, үшеу. Қайтадан накидлейміз. Біреу, екеу, үшеу. Біреу, екеу, үшеу. Төртеу болды. Бесіншісі 1, 2, 3. Енді біреу екеу тастап, үшіншісіне столбик без накида. Осылайдан жалғастыра береміз. Аяғына дейін айналдырып, осылай тоқып шығамыз. Осындай веерлар тоқылады. Накидлейміз. Біреу екеу тастаймыз, үшіншісіне бір петляға 5. 1, 2, 3. Накидлейсіз. Тура сол жаңағы бірінші тоққан жерге 1, 2, 3. Ұзартылған столбик с накидом. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Төртеу. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Біреу екеу тастайын, үшіншісіне столбик без накида. Осылай айналдыра тоқып шығамыз. Мына жерге дейін. Міне, соңғы жағына келдім. Енді тура мынаны шығып тұрмын. Мына жер, осы жерге соединительный жасаймын. Мына жерде менде міне екеу қалды. Біреу екеу. Мынау үшіншісі. Мына шығып тұрған жерден крючокты өткіземін да, жібімді тартып шығып, соединительный. Соединительный жасадым. Бірінші қатар осымен міне аяқталды. Енді екінші қатар 3 воздушный, 1, 2, 3. Енді тура осы жерге тағы да столбик с накидом ұзартылған. 1, 2, 3. Тағы да бір рет. 1, 2, 3. Барлығы 5 болу керек. Менде қазір мынау 3 воздушный көтерген 3 воздушный мен 3 болып тұр. Қалған екеуін толық бітіп айналдырып тоқып келгеннен кейін ең соңында қосып тоқитын боламыз. Әзірге осы 3-еуден. Кейін мына жақтағы веердің ең төбесінде, жоғарғысындағы біреу екеу тастаймыз да, үшіншісіне столбик без накида. Қайтадан крючокқа накидлейміз де, енді бағана мына жерде столбик без накида жасап едік қой. Тура осы жерге қайтадан веер жасаймыз. 1, 2, 3. 5 столбиктан тұратын веер. Бір петляға 5 столбик ұзартылған. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Төртеу тоқыдық, енді біреу. 1, 2, 3. Енді мына веердің біреу екеу үшіншісіне, жоғарғы, ең жоғарғысына столбик без накидамен бекітеміз. Ары қарай осылай айналдырып тоқып шығамыз. Крючокқа накидлейміз, бағанағы бір столбик без накида бар, сол жерге 5 столбик с накидом ұзартылған тоқимыз бір петляға. Біреу, екеу, үшеу,
төртеу, бесеу. Бесеуден кейін алдыңғы қатардағы бердің үшіншісіне столбик без накида. Осылайынан айналдырып тоқып шығамыз. Соңына келген кезде көрсететін болам. Екінші қатардың бірінші веерде столбик без накида жасадым. Бірінші веерде мына жерде бізде үшеу тоқып кеткен болатынбыз. Осы жерге екі столбик с накидом ұзартылған тоқимыз. Біреу и екеу. Соединительный петлямен қатарды аяқтаймыз осылайынан. Екінші қатар тоқылып шықты осылайынан. Тура осылай ары қарай тоқи береміз. Енді мына жерде үшінші қатарда бір ғана воздушный петля аламыз да, крючокқа накиділіп, бағана мына жерде міне бірінші веердің үшінші петлясына столбик без накида тоққан едік қой. Жақсылап қарасаңыздар көрінеді. Осы жерге 5 столбик с накидом ұзартылған тоқимыз осылай. Екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Ары қарай уже мына жақтағы веер бар ғой, осының үшіншісіне столбик без накида. Ары қарай осылай тоқып кете бересіздер. Алдыңғы қатардағы бір ғана столбик без накидаға 5 столбик с накидом тоқисыздар. Веердің үстіне столбик без накида тоқисыздар. Осылай тоқымамыз әр қатарда осылай жалғаса береді. Тек қана айырмашылық жаңағына басында ғана болады ғой. Екінші, үшінші қатар алмасып келе береді бірінші. Қазір мына үшінші қатар тоқыдық қой. Аяқтағаннан кейін тура мына жерде міне соединительным аяқтаймыз. Одан кейін үш воздушный көтеріп алып, қасына екі столбик с накидом тоқимыз да ары қарай жалғастыра береміз. Аяқтаған кезде үшеудің қасына тағы да екеу қосамыз. Одан кейін қайтадан бір воздушный көтереміз. Осылай жалғаса береді әр қатарымыз. Бір қатарда бір ғана воздушный көтереміз, бір қатарда үш воздушный көтереміз. Ал басқа жағында ешқандай өзгеріс жоқ. Тура осылай екі қатар қайтып тоқыдыңыз, ары қарай солай тоқи береміз. Қаншалықты биіктікте керек сумка өздеріңіз қарайсыздар. Мен тоқып болғаннан кейін айтатын боламын, қаншалықты биік, қанша сантиметр тоқыдым. Осылай ары қарай жалғастырасыздар. Барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Бірінші, екінші қатар қайталана береді. Үшінші қатарды аяқтадым. 5 столбик с накидом, одан кейін мына бағана мына жерге соединительный жасап, бір воздушный көтерді қой. Тура осы жерге соединительный жасаймыз. Енді төртінші қатар тоқу үшін 3 воздушный көтереміз. 1, 2, 3. Одан кейін тура осы жерге 2 столбик с накидом тоқимыз. Ұзартылған біреу, екеу. Воздушный мен үшеу болды. Мен төртінші қатар толығы аяқтаған кезде ана жерге келіп, төртінші қатарды аяқтап келесіздер ғой, сол кезде 2 столбик с накидом тура осы жерге тоқып жібересіздер. Сонда барлығы 5 болады. Осылай қатарымыз ары қарай тоқыла береді. Бір қатарда бір ғана столбик, келесі мысалы 5-ші қатарда бір ғана воздушный көтересіздер, 6-ші қатарда 3 воздушный көтеріп, осылай тура осылай жасайсыздар. Барлығы түсінікті деген ойдамын. Енді ары қарай өздеріңіз тоқисыздар. Тура осылай қатарларды тоқи береміз. Мен осыншалықты тоқыдым. Менде мына осынша сантиметр, 23 сантиметр.
Қатар бойынша 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 26 қатар. 26 қатар, 23 сантиметр. Маған осы жеткілікті болады деп ойладым да, менде мынандай осыншалықты артылды жіп. 3-ші мотоктан мынау. Атак ұзын, үлкен қылам десеңіздер, мынаның барлығын тоқсаңыздар болады. Бұл жерде маған сумканың бір ұнамаған жері, мынау қатарымызды аяқтап бастаған жеріміз бар ғой. Сол жер сәл өзгеше андай. Не үшін болып тұр, бірақ андай үтіктің пармен жасап көрем қазір. Қалай болады? Айтатын боламын инстаграмда. А так былай узоры плотный, әдемі, маған ұнады. Енді осы қатарларды өзіме жеткілікті қатар аяқтағаннан осылай қиып жібімді жерге соединительно жасадым. Мынаның бәрін жасырамыз қазір. Мына жақта міне қосқан жіптерім. Бұлардың бәрін ішіне жасырып тастайсыздар. Оны жасыруды өздеріңіз де білесіздер. Мен мына ручкасын тағатын боламыз. Осылай тоқып алдым ручкаларын. Қазір қайтып тоқу керектігін көрсететін боламын. Біреуін дайындап қойдым. Екіншісінің біреуін тоқыдым. Екіншісін видеода көрсетемін. Қазір тура осылай тоқып аласыздар. Андай ручканы. Одан кейін барып мынаған біріктіреміз. Кольцоның ішіне крючокты кіргіземіз де, мына жақтан жұмыс жіпті тартып шығарамыз. Енді ары қарай тоқимыз. Біреу. Бұны біреуге санамаймыз. Мына жақта қысқа жіпті осылай арасына тоқып кетеміз. Ары қарай 12 столбик без накида осы кольцоны тоқып шығуымыз керек. Біркелкі болып түсу керек. Екеу. Үшеу. Төртеу. Бесеу. Алтау. Жетеу. 8, 9, 10, 11, 12. Осылай тоқып алдық. Енді мына жерін қарайсыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 болды. Енді мынаны қиып тастаймыз. Бұны қазір тоқыманың арасына жасыратын боламыз. Мынаның ұшын күйдіріп отырыңыздар. Осылай 12-ден 4-еуінде осылай тоқып аламыз. 4 жағын. Кольцон. Одан кейін барып, маған ыңғайлырақ болсын деп кетті. Маған тіккенге жетеді. Тіккенде болғанда крючок деңіз. Соединительный петлямен қосып шығамыз. Осыншалықты қылып алып алдым. Қазір қосамыз. Енді қалай мынаның ортасын табамыз. Міне менде мындай ракушкаларды бір-біріне біріктірдім. 1, 2, 3, 4, 5, 10 ракушка. Осыны 1, 2-ін тастаймын да, мынау үшіншісіне мына жеріне мынаны осылайнан қойып біріктіріп шығатын болам қазір. Үшінші ракушкаға. Осылайнан төмен қойсаңыздар да болады, жоғары қойсаңыздар да болады. Осылайнан біріктіріп шығамыз.
Осылайынан қойып алдым, міне ыңғайландырып. 1, 2, 3-ші ракушкаға. Енді жібі мынаның астында тұр, асты жағынан. Мынаның бірінші петлясынан мынау тоқылған кольцоның бірінші петлясынан мына жердегі крючокты өткіземіз. Одан кейін сумкадан өткізіп, артында тұрған жіптен аяқта міне. Осы жіптен тартып шығарамыз. Бір петля шығарып алдық. Мына жақтағы қысқа жібін осылай қалдырамыз, оның бәрін жасырып кетеміз қазір. Міне, ары қарай енді әр петляға өткізіп, ары жақтан жіпті тартып шығарып, мына жақтан соединительный жасаймыз. Кольцодағы одан кейін ары қарай өткізіп, мына жақта жібімізді тартып шығарамыз. Осылай соединительныймен ручкамызды сумкаға бекітеміз. Осылай бекіттік. Енді мына жіптің бәрін сумкамыздың іш жағына қарай. Осының бәрін іш жағына өткіземіз де, іш жағына қарай жасыратын боламыз. Жағына бекіткен жібіміз. Мына жіптің барлығын жақсылап жасыру керек. Әйтпесе мынау шнур болғандықтан тез сөтінеп кетуі мүмкін. Сол себептен де жақсылап жасырып, сосын аяқтаған кезде жаңағы шақпақпен или зажигалкамен күйдіріп, мынаған жабыстырып тастайсыздар. Сол кезде шығып кетпейді. Енді басқаларында тура осылай, мен аяқтан міне 1, 2, 3-ші ракушканың үстіне пішсем, мына жақтан да сөйтіп 1, 2, 3-ші ракушканың үстіне қойып аласыздар да осылайынан. Төмен немесе жоғары жаңағы айтқанымдағыдай тура мына жерде қалай бекітіп шықтық, мына жақта да тура солай бекітіп шығамыз. Не, осылай болып шықты сумкам донышкасымен, ұстайтынымен. Тек қана бағанағы айтқандай, бір ғана жері ұнамады. Өзі білінбей кететін сияқты. Сәл жаңағындай пармен улап жіберсе. Оның ішіне подклад тіксе де болады. Жаңағындай салып көрсетейін. Осындай болып тұрады. Менде мынандай бар. Осыны тіге салсаңыздар да болады. Бұл енді үйрететін ештеңкесі жоқ. Мынаның өзінің мына жерде тігетіні тұр. Инеге жіпті өткізіп, осындай цветтен тіге саласыздар. И мына жағында да, мына кнопкасында да тоже осындай тігетіндер бар. Үстіп тігіп, осыны қадасаңыздар да болады. Осылай болып. Ішіне подклад тіксеңіздер де болады. Олсыз да тікпей ақ қойсаңыздар да болады. Өздеріңізді көресіздер ғой, енді қалай сіздерге ұнайды. Мен енді бірінші рет сумкадан мастер-класс шығарып тұрмын. Сіздерге ұнайды деген ойдамын.
ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.